Өт жолдарының ауруларын емі. Өт жолдары ауруларын емдеген кезде тек дәрі-дәрмек ішіп қана қойып емделмейді. Ең бірінші тамақтану тәртібін, өмір салтын өзгерту қажет. Егер бұларды жасамасақ, дәрі-дәрмектен ешқандай пайда нәтиже болмайды. Жиі аз-аздан әрбір 2,5-3 сағат сайын тамақтану қажет. Яғни күніне 4-6 рет кейін тамақтану қажет. Себебі бізде өт әрбір 3 сағат сайын жиналып тұрады. Егер осы тамақ жеп өтті босатып, өт қабынан өттер босатып тұрмаса, ол өттер жиналып тоқырап, өттердің қоюланып, одан кейін тастың пайда болуына әкеледі. Егер тамақ жеуге жағдай болмайтын болса, онда әрбір 2 сағат сайын су ішіп алдай тұруға болады. Яғни су ішкен кезде өт қабы бізді тамақ жеді деп ойлап, өт бөлініп, өт қабының жиырылуы пайда болады. Одан кейін ешқашанда таңғы асты қалдырмау қажет. Ұйықтан тұрған соң 1 сағаттың ішінде таңғы асты ішу қажет. Себебі біз ұйықтаған кезде түнгі уақытта өт түні бойы жиналып тұрады. Ол өттің қоюланып келеді, өт қоюланып тұрады, билярный слач. Ал таңғы уақытта ол түні бойы жиналған өтті, токсиндерді біз шығарып тастамасақ, ол солай жинала бере, әрі қарай өттің қоюланып, одан тастың пайда болуына алып келеді. Екінші, көп мөлшерде су ішу қажет. Ең кем дегенде күніне 1 литр су ішу қажет. Себебі өттің құрамы 97-98% судан тұрады. Егер организмде су жетіспеушілігі пайда болатын болса, онда ол өттің құрамында да судың азайып, қоюлануына алып келеді. Үшінші, майлы, қуырылған, кептірілген, ащы, тұздалған тағамдарды шектеу қажет. Маринадталған тағамдар, консервілерді шектеу, тәтті тағамдарды, ұннан жасалған тәтті тағамдарды, майлы бульондарды шектеу қажет. Төртінші, ұзақ еритін майлар, яғни қойдың майы, қаз, үйректің майы, майлы сиыр етін шектеу қажет. Құс еттерін қайнатқан кезде оның терісін алып тастау қажет. Алкоголь, кофе, салқын сусындарды, салқын тағамдарды шектеу қажет. Тамақтың өте қатты салқын болмауын немесе өте қатты ыстық болмауын қадағалау қажет. Орташа жылы температурада болу керек. Одан кейін 6-шы, пайдалы майларды қабылдау. Яғни өт жолдарының ауруларының кезінде барлық майларды шектеп қоймау қажет. Пайдалы майларды қабылдау қажет. Олар қаныққан және қанықпаған жартылай май қышқылдары болып табылады. Олар өсімдік майлары, әртүрлі дәнектер, жаңғақтар, ешкі сүті, әртүрлі пайдалы майларға, оның ішінде омегаға бай балықтар жатады. Соның ішінде пияз бен сарымсақта өттің дұрыс ағуына жағдай жасайды. Одан кейін тағам құрамында әртүрлі дәнді дақылдардан жасалған тағамдарды көбейту қажет. Сонымен қатар міндетті түрде көкөніс, клетчаткаға бай тағамдар, сонымен қатар сүт қышқылды әртүрлі өнімдер, оның ішінде айран, кефир, творог, сметана болу қажет. Одан кейін ол салмақ тастау. Яғни салмағымызды азайту арқылы да біз өт қабынан бөлінуін жақсартамыз. Одан кейін жаттығу жасау. Себебі өт қабы бізде бұлшықетті мүше болып табылады. Ол үнемі жиырылып, босаңсып, тонуста тұру қажет. Ал біз жаттығу жасау арқылы өт қабынан да өттің жақсы шығуын, оның жиырылу қабілетінің жақсаруына септігін тигіземіз. Одан кейін 9-шы, бұл бірден салмақ тастамау. Яғни ұзақ ашықпау қажет. Себебі біз бірден салмақ тастап, әртүрлі ашу диеталарын, детокс диеталарды ішу арқылы өттің бөлінуіне кедергі келтіреміз. Себебі бізде өт әрбір 2,5-3 сағат сайын жаңарып отыру керек, жиналып тұрады. Ал біз ұзақ уақыт ашыққанда өттің тоқырауы болады. Ал бізде бірден салмақ тастаған кезде, ол кезде әртүрлі диеталар қолданылады. Ал ол диеталардың құрамында өттің бөлінуіне қажетті тағамдар болмайды. Оның ішінде міндетті түрде пайдалы майлар болу қажет. Ал ондай диеталардың құрамында көбіне ол майсыз диеталар болады, және жаңағы тез еритін көмірсулардың көбеюімен жүреді. Ал бұндай диеталар өз кезегінде өттің бөлінбеуіне алып келеді. Өт тоқырап, өт қоюланып, билярды слачтың түзілуіне алып келеді. Одан кейін ең соңғы ол әртүрлі газсыз минералды суларды қабылдау. Бұл да өз кезегінде өттің дұрыс жүруіне септігін тигізеді. Яғни боржом, ессентуки сияқты көптеген минералды суларды қабылдау қажет. Оларды қабылдауға кезде тамақтан бұрын, жарты сағат бұрын қабылдау қажет, және 50 мөлшерінде, яғни жарты стаканнан қабылдау керек. Минералды суларды қабылдау өт жолдарында тас бар адамдарда қолдануға болмайды. Себебі бұл өз кезегінде тастарды жылжытып, әртүрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Бұл айтылған 10 принциптің бәрі тек өт жолдарының аурулары бар адамдарға ғана емес, сонымен қатар өт қабы алынып тасталған адамдарға да ұсынылады.